Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге шегесі салынған мешіт туралы айтатын боламыз. Осыдан кейінгі видеоларды көру үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әдеттегідей бірінші тапсырмада өте қызықты мәтін берілген. Бұл мәтінде Жетісу өлкесіндегі тамаша тарихи мұралардың бірі Жаркент қаласындағы Уәлібай мешіті туралы айтылады. Бұл мешіттің салынғанына 130 жыл толған екен. Оны Хон Пик деген Қытай сәулетшісі салған екен. Осы Хон Пик сол кезде көпес болып істейтін Уәлібай деген кісіге келіп мешіт тұрғызу туралы ұсыныс жасайды. Сәулетші сол мешіттің жұмысын 36.000 алтын теңгеге, яғни 36.000 алтын ақшаға бағалаған екен. Уәлібай болса сол елдің ішіндегі ауқатты адамдардан ақша жинап, мешіт үйінің құрылысына атсалысыпты дейді. Ең алғашқы 3 жылда құрылыс материалдарын дайындап, ағаш тасып, жинап, сондай істер жасайды. Мешіттің құрылысын жасауға Ақсу және Кетпен деген таулардан Тянь-Шань шыршаларын тасиды. Ағаштарды тасып болғаннан кейін ел-елден, жердің әртүрлі түкпірінен 100 шақты ағаш шеберін шақырады. Бір қызығы, бұл мешіттің құрылысы барысында бірде-бір шеге қолданылмайды. Сол Қытай сәулетшісінің көрсетуімен бағаналарды өзара қиюластырып, орналастырып мешіт салып шығады. Осындай 122 бағана кеткен мешіттің құрылысы бір жылда біткен екен дейді. Құрылыстың сырлау, әрлеу жұмыстарына қолы шебер адамдарды ел ішінен, Хиуадан, Бұқарадан шақырған екен. Сондықтан Қытай, орыс, түркі тілдес халықтардың тілін білетін тілмаштар да мешіттің құрылысына өз үлестерін қосқан екен. Қытайдың сәулет өнерін басқа елге жариялапты деген сыбысты естіп, қытайлықтар сол атақты сәулетшіге іздеу салады. Оны білгеннен кейін Хон Пик біраз уақыт бой тасалап жасырыныпты дейді, бірақ кейіннен оны еліне ұстап алып кетіп, азаптап, өлтірген екен деген сөз бар екен. Енді бірінші тапсырманың астында мәтінге сай дұрыс ақпаратты табу керек. Мешіт жұмысы 36.000 алтын теңгеге бағаланған, бұл дұрыс. Құрылыс ағаштарын жинап тасуға 3 жыл уақыт кеткен. Тура солай болыпты, сондықтан дұрыс. Жаркент мешіті Тянь-Шань шыршаларынан салынған, дұрыс айтады. Мешіт құрылысының ерекшелігі арнайы шегелердің ғана қолданылуында, бұрыс, мұнда шегелер қолданылмаған дедік. Тек қана бағаналарды қиюластырып жасалған дедік. Қытай мемлекеті Хон Пикті басқаларға сәулет өнерінің құпиясын жария еткен үшін жазалайды. Бұл дұрыс. Мен мына жерде қате жазып қойыппын. Енді бірінші тапсырманың әсінде мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріп, мәтін мазмұнымен байланыстырып әңгімелеңдер дейді. Шебердің қолы ортақ дейді. Шебердің қолы ортақ деп тұрғаны, егерде адам бір нәрсенің шебері болатын болса, қолынан бір іс келетін болса, оның пайдасы көп елге тиеді деген мағынаны білдіреді. Қолы білген құм үстінен кеме жүргізеді деген, бұл да егер адам шебер болатын болса, жоқтан бар жасайды дегенді білдіреді. Енді бүгінгі грамматикалық тақырып топтау, бөлшектік, болжалдық сан есімдер. Біз өткен жолы сан есімдердің есептік, реттік және жинақтау сан есімдер туралы айтқан болатынбыз. Енді қалған 3 түрі туралы бүгін айтатын боламыз. Топтау сан есімдері заттың санын жекелей емес, топтап көрсетеді. 2-ден, 3-тен кіру бір жерге, немесе 5-ден алу, 2-ден бөліну деген сияқты. Топтау сан есімдері есептік, жинақтық сан есімдерге шығыс септіктің дан, ден, тан, тен қосымшаларының жалғану арқылы жасалады екен. Екінші бір түрі бөлшектік сан есімдер. Бұл бүтін заттардың бөлшектік санын білдіретін сан есімнің түрлері. Мысалы, 10-нан 1, 2/3-тен 4,
4,7 деген сияқты өзіміз білетін сан есімдер бөлшектік сан есімдерге жатады екен. Болжалдық сан есімдер. Бұның өзінің аты айтып тұр, яғни заттың санын дәл атамайды, шамамен болжап қана көрсетеді. Оның бірнеше жасалу жолдары бар екен. Біріншісі, есептік сан есімдерге дай, дей, тай, тей деген жұрнақтарды қосу арқылы жасалады. Мысалы, 30-дай, 40-дай, тағы басқа. Екінші жолы, екі есептік сан есімнің қосарлану арқылы. Мысалы, 5-6, үйде қанша адам бар екен? Мысалы, 5-6 адам бар екен. Сыныпта бір 25-30 шақты адам оқиды деген сияқты болса, біз нақты сан айтып тұрған жоқ, біз оны бір болжап қана айтып тұрмыз. Үшінші, есептік сан есімдерге шамалы, шақты, тарта, жуық, шамамен деген шылауларды тіркестіру арқылы жасайды. Мысалы, 10 шақты, 20 шақты, мысалы, тойға 100 шақты адам келді дейтін болсақ. Бұл да болжалдық сан есімді білдіреді. Нақты 100 адам емес, ол 100-ге жетуі де мүмкін, немесе 100-ден асып кетуі де мүмкін деген мағынаны білдіреді екен. Енді есте сақтайтын бір жайт, болжалдық сан есімдерді цифрмен жазған кезде олардан кейін келетін қосымшаларды дефис арқылы жазу керек. Мысалы, 30-дай, ондаған, мыңдап, яғни 30 дегенді санмен беріп тұрмыз, ал одан кейінгі жұрнақты дефис арқылы жалғай аламыз. Екінші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті сан есімді қажетті тұлғада қойып жазыңдар дейді. 40-тың бірі қыдыр деген сөз бар қазақта. 4 аяқтыда жылқыда сүрінеді дейді. 5 саусақ жиналса жұдырық болады дейді. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл дейді біздің атам қазақ. Берілген сан есімдерден болжалдық, бөлшектік, топтау сан есімдерін жазаңдар дейді. 3-ті 3-тей, 3-тен 1, 3-3-тен деп, 6-ны 6-7, 6-дан 3, 6-аудан, 8-ді 8-дей, 8-ден 2, 8-8-ден, 90-ды 90 шақты, 90-нан 5, 90-нан, 40-ты 40 шамалы, 40-тан 7, 40-тан, миллионды миллиондай, миллионнан 9, миллионнан деген сияқты сан есім түрлерін жасауға болады. 4-ші тапсырмада берілген бөлшектік сан есімдерді әріптік таңбамен жазыңдар дейді. 2,5, 102,100-ден 25, 5-тен 4, 2-ден 1 және 1000-нан 100 деген сан есімдер берілген. 5-ші тапсырмада сан есімдерді қатыстыра отырып сурет бойынша мәтін құрастырыңдар дейді. Мен былтыр қаладан 2000 шақырым жерде орналасқан атам мен әжемнің ауылына бардым. Олардың ауылы таудың етегінде орналасқан, атамның 200-дей жылқысы бар. Былтыр атам маған бір құлынды атады. Құлын әп-әдемі сүп-сүйкімді. Мен онымен жазғы демалыс біткенше ойнадым. Биыл да жазғы демалысты асыға күтудемін. Демалысқа 29 күн қалды деп қойдым. Осы сияқты өздеріңіздің қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі әдемі мәтіндер құрастырып жазуға болады. 6-шы тапсырмада 50-ші аудионы тыңдаңдар дейді, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Аудиода өте қызықты аңыз берілген, оғы жетпес шыңы бар ғой біздің еліміздегі, сол туралы. Енді мазмұнына келетін болсақ, мына сұрақтарға жауап берген кезде оның мазмұны тоқтай шығатын болады. Яғни бір бала болыпты, оның аты оғы жетпес екен. Неге оғы жетпес дейтін болсақ, ол 10 жасында баланың бойы қатты ұзын болады екен де, оның құрдастары аспанға қарай оқ атқан кезде, оқ оның кеудесіне де жетпей қалады екен. Сондықтан баланың атын оғы жетпес деп атап кетіпті. Енді оғы жетпес піл мініп жүреді екен. Неге десеңіз, оғы жетпестің бойы қандай ұзын болса, күш қайраты да сондай зор болады. Ат пен түйе оны және оның қару-жарағын бірге көтеріп жүре алмайтын болады. Сондықтан ол алып пілге мініп жүреді екен. Ол қандай шайқасқа барса да, барлық шайқаста жеңіп келеді екен. Бір шайқаста ол жаудың әскерін жеңеді, қаншасын өлтіріп жатса да, одан да көп әскер болып
шыға береді дейді, шыға береді дейді. Бірақ сонда да ол жеңеді. Дегенмен, сол жеңіп болғаннан кейін, сол жерде орналасқан күміс деген көл бар екен. Сол көлге барып, барлық жауынгерлер өздерінің жараларына шипа алады екен. Яғни өте шипалы көл екен дейді. Сол жерге барып оқжетпесте өзінің үстіндегі жараларын жуып, емдеп, біраз ұйықтап қалады. Ұйқысынан оянса, жау әскері тағы да бұған шабуылдап жатыр екен. Бұл тағы да жеңіп келе жатқан кезде, бірақ аяғымен шалынып кетіп, құлап қалады дейді. Жаудың құжынаған әскері оны байлап алып, оған қарсы оқ жаудыра бастайды. Сол кезде намысқа шыдамаған оқжетпес Құдайға жалынып, мені жауыма таба етпе деп жалынған екен дейді. Сол сәтте одан да тасқа айналдыршы деп жалынған екен дейді. Сол сәтте ол қазіргідей шыңға айналып кетеді дейді. Оның пілі де содан сәл іргерірек жерге барып, ол да тасқа айналып кетті екен деген аңыз бар екен. 6-шы тапсырмада мәтін мазмұны бойынша сөйлемдерді қажетті сан есімдермен толықтыру керек. Оқжетпес 10 жасқа келгенде, оның бойының ұзын болғаны сонша, көкке атқан жебелер оның кеудесіне де жетпейді екен. Мерт болған 2-3 жаудың орнына қайтадан 4-5 пайда болады. Бірнеше күн өткеннен кейін жау оқжетпеспен қайтадан шайқасқа шығады, олар бұрынғыдан 5 есе көп болып келді дейді. 7-ші тапсырма оқиық қызық дейді. Мәтіндегі қате жазылған сан есімді тіркестерді түзетіп, дәптерлеріңе көшіріп жазыңдар дейді. 12-ші ғасырда деген сан есім бұл жерде қате берілген. Себебі өткен жылғы тақырыпты еске түсіретін болсақ, егер де сан есім рим цифрымен берілетін болса, одан кейін біз ешқандай да дефис қоймайтын едік реттік сан есімді жазған кезде. Сондықтан жай ғана дефиссіз жазылу керек. Кесененің ауданы 7,6 көбейту 7,6 метр депті. Кесененің ауданы, кез келген жердің ауданы олай берілмейді. Біз оны көбейтіп 27,176 шаршы метр деп айтуымыз керек. 80 сантиметр болып тұр мына жерде келесі сан есім. Егерде дефисті қоятын болсақ, сондықтан дефис қойылмайды. 60-тан астам. Бұл жерде 60 дегеннен кейін дефис қойылу керек, сонда ғана сөйлем дұрыс болып шығады. Қалғанның барлығы дұрыс. Осымен сабақ аяқталды. Келесі видеоны көру үшін видеоға лайк басуды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.